тақырыбымыз конденсатор және оның электр сыйымдылығы. Біз өтеміз. Электр сыйымдылық, конденсатор және өлшем бірлік фарад туралы. Электр сыйымдылық деген ол физикалық шама, конденсатор деген құралдың аты, ал фарад деген өлшем бірлік балдар. Электр сыйымдылық пен конденсатор не екенін көрейік. Конденсатор, жаңа айтып кеттім, менің құрал деп, электр зарядын жинайтын аспапты біз конденсатор дейді екенбіз. Қарапайым конденсатор диэлектрик қабатымен бөлінген екі өткізгіш пластина. Екі өткізгіш пластина, ортасы диэлектрикпен жаңағы толтырылған, бір жағында оң зарядтар жинаушы, екінші жағында теріс екі пластина. Енді осы жаңағы конденсатордың құралдың өлшейтін шамасы ол электр сыйымдылық деп айтады. Конденсатордың зарядты сақтау қабілеті электр сыйымдылық. Ол С әрпімен белгіленеді, балалар, үлкен С. Оның өлшем бірлігі фарад деп аталады. Фарад деген ғалымның аты. Енді электрик қабатымен бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйені не деп айттық? Конденсатор дейді. Латынша конденсер, тығыздау, қоюландыру деп аталады екен. Енді оның формуласы бар. С тең зарядтың осы зарядты ұстап тұратын кернеуге қатынасына тең. Яғни пластинаның бетіндегі заряд және екі пластинаның арасындағы не екен? Кернеудің қатынасына тең. Өлшем бірлігі жаңа айтып кеттім, фарад, ол кулон бөлінген вольтқа тең. Енді жерде өмірде кездесетін әртүрлі зарядтарды жинақтаушы құрал, жаңа конденсаторларды көруге болады. Жазық конденсаторлар бар және қарапайым конденсаторлар. Бұлардың барлығының қызметі зарядтарды жинақтаушы құрал екен. Орталарын диэлектрикпен толтырылған. Енді есеп шығарып көрейік, балалар. Потенциал айырымы. Біз алдыңғы тақырыпта өттік. Потенциал айырымы U 1000 вольт болса, заряд шамасы 5 көбейтілген оның -9 дәрежесіне кулон десек, онда электр сыйымдылығын тауып керек, С-ны. Енді С-ның өлшем бірлігі Q бөлінген U, С тең, Q бізде 10-ның 3 дәрежесі, Q бізде 5 көбейтілген оның -9 дәрежесі, ал U 10-ның 3 дәрежесі. 5, бізде ешқандай сан жоқ. Дәреже жоғарыға барғанда қарама-қарсы таңбамен барады. Оның -12 дәрежесі, +3 үстіне бар, -3 болады. Яғни ол фарад. Д жауабы дұрыс екен, балалар. Енді жазық конденсаторды қарастырайық, балалар. Ауданы S болып келетін және бір-біріне параллель орналасқан, жерде S аудандары бар. Параллель орналасқан D арақашықтығы D болып келетін жазық конденсатор дегеніміз мынау, балалар. Енді жазық конденсатордың формуласы сыйымдылық, осы жердегі электр сыйымдылығын табу үшін эпсилон нолевой, S және D-ға тең. Бұндағы E нолевой дегеніміз электр тұрақтысы дейді, балалар. Оның сандық мәні 8,85 көбейтілген оның -12 дәрежесі. Ал E дегеніміз конденсатор астарын толтыратын диэлектрик өтімділігі, балалар. Әр диэлектриктің өзінің жаңа тұрақты шамалары бар. Ол кітаптың артынан қарайсыздар. Қандай парафинмен толтырылса, немесе ауамен толтырылса, сандық мәндері жаңа тұрақты болып келеді екен. S дегеніміз сол бірдей екі астарының біреуінің ауданы, ал D дегеніміз астарларының ара қашықтығы екен, балалар. Енді жазық конденсатордың құрылысы,
диэлектриктен орталары диэлектрикпен толтырылған металл пластина дедік. Ол немесе дөңгеленіп тұрады, немесе жаңағы жазық пластина міне екі түрде болып келеді екен. Бұл жерде диэлектрик міне ортасы толтырылған S аудандары бар, ара қашықтығы D болып келетін жазық пластиналар. Енді осы электр сыйымдылығының мәндері өте кішкентай болғандықтан, оның дәрежелері, оның микро дәреже, оның -6 дәрежесіне дейін барады. Нанофарад, оның -9 дәрежесіне фарадқа дейін барады. Пико, оның -12 дәрежесіне дейін фарадқа барады екен. Сондықтан осындай мәндері шығып жатса, өлшем бірліктеріне қараймыз. Енді мынандай есеп балдар. Зарядталған жазық пластина арасындағы потенциалдар айырымы 2 киловольт, 2У. Заряд шамасы Q 10 нанокулон болса, ара қашықтығы 1 мм болып деп есептесеңдер, пластинаның ауданы 10 см квадратқа тең. Табу керек ара қашықтығын міне. Ара қашықтығын табу керек. Енді қобыжға айналдырамыз. 2 киловольт ол 2 көбейтілген оның 3 дәрежесі. 10 нанокулон дегеніміз 10 көбейтілген оның -9 дәрежесі. S дегеніміз сантиметр. 1 сантиметрде оның -4 дәрежесі бар. Сондықтан 10 көбейтілген оның -4 дәрежесі метр квадрат болады екен. Енді екі пластинаның конденсаторы болып табылады. Олардың сыйымдылықтары, бірінші сыйымдылық S тең болады Q бөлінген U. Екінші жазық пластинаныкі эпсилон нолевой S бөлінген D. Енді осы екі сыйымдылықты бір-біріне оң жақтарын теңестіретін болса, онда QU тең эпсилон нолевой S D-ға тең. Осыдан D-ны табамыз. Онда мына екі шамалары көбейтіледі де, белгісізге қарама-қарсыға қайтеді екен, бөлінеді міне. E нолевой SU бөлінген Q екен балдар. Енді орнына қояйық балдар. Бізде жаңа эпсилонның өлшем бірлігі, мен жаңа жазғанмын, 8,85 көбейтілген оның -12 дәрежесіне фарад бөлінген метр. Одан кейін 10 нанометр сантиметр квадрат болғаны S-тің орнында тұр. Мынау эпсилон нолевойдың орнында тұр. Мынау U-дың орнында тұр. Енді бізде жаңағы E болғандықтан E 1-ге тең деп есептейміз. Астында Q зарядтың шамасы. Нәтижесінде 17,7 көбейтілген оның -4 дәрежесі шығады екен, немесе 1,177 мм шығады екен жауабы. Енді мына есеп шығарып көрейік. Орамдарының ара қашықтығы 0,5 мм болса, ауданы 0,116 метр квадрат, ауа жазық конденсатордың сыйымдылығын анықтаймыз. Ара қашықтықты бағын не дедім? D дедім, е? 0,5 мм. Екіншісі, ауданы 0,116 метр квадрат, жазық ауа берілген балдар. Эпсилон 1-ге тең, ауаныкі 1-ге тең. Табу керек конденсатордың сыйымдылығын. To find сын табу керек. Енді CI-ға айналдыратын болсақ, бізде 0,5 көбейтілген оның -3 дәрежесінен метрға тең. Қалған шамалар айналмайды. Келесі формула. Эпсилон нолевой S бөлінген D. Енді есептеуі solution. E бізде 1-ге тең. Эпсилон нолевой 8,85 көбейтілген оның -12 дәрежесіне тең. Аудан 6 көбейтілген оның -2 дәрежесіне тең. Және астында ара қашықтығы 2-ден 1 көбейтілген оның -3 дәрежесіне тең. Енді сандық мәнін есептеп жіберейік. С
сіздер дәрежесіне көңіл бөлсеңіздер, бөліміндегі жаңағы не дәрежелер, теріс дәреже алымына қарама-қарсы дәрежемен барады. 8,85-ті көбейтемін 6-ға. Нәтижесі не болады екен? 53 көбейту 2. 106,2 көбейтілген 10-ның 2-ні үстіне қарай бөліп жердім мен. Үстіне барады көбейтіліп. Енді дәреже. Минус 3 үстіне плюс 3 болып барады. Минус 12, минус 2, минус 14, минус 14, плюс 3, минус 11 дәрежесіне 2 квадратқа тең екен. Немесе, енді пикоға айналдырсақ та болады, әйтпесе тұра берсіне квадратқа тең. Жалпы жауап болса екен. Сонда мен 8,85-ті көбейттім 6-ға, және 10-ны бөлдім. Дұрыс. 16,2 көбейтілген 10-ның 11 дәрежесі. Келесі есепті шығарып көрейік балалар. Сыйымдылығы дейді. Сыйымдылығы 2 көбейтілген 10-ның минус, мына жерде минус 2 бар, мына жерде минус 6 бар, минус 8 дәрежесі фарад болады. Бірден айналдырайық. Заряд шамасы Q тең 10 минус 8 дәрежесіне кулонға тең. Астарының ара қашықтығы дейді. D 5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесіне метрға тең, миллиметрді айналдырдым. Және кернеулікті тауып керек. Кернеулікті тауып керек. Енді CI-ға айналдырдым бірден, балалар. Сол жазып отырсаңыздар болады. Енді бізде U, ең бірінші формуланы жазып алайық. Формула. Біз саны тапқан кезде Q-ды қайтетіміз? Бөлгеміз, е? Енді осыдан U-ды табатын болсақ, Q с-ға бөлінеді екен. Енді U-дің екінші формуласы бар. E көбейтілген D. Енді осы екі кернеуді бір-біріне теңестіретін болсам, онда менде шығады екен Q-дің с-ға қатынасы тең E-нің D-ға қатынасы болып келеді екен. Осыдан менде табу керек, E-ні табу керек. Онда Q с D болады екен. Көршісі бөлімнің астына кетеді. Енді осының орнына қоямын. Бізде 5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Мына қарама-қарсы шықса таки қысқарып кетеді. 1 астында 10. Үстінде 1 астында 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда минус 2 болады екеу, үстіне барады, плюс 2 болып. Сонда 100 болады екен балалар. Ньютон бөлінген кулон десек болады. Міне кернеулікті осылай табады екенбіз. Енді бүгінгі бүгінгі тақырыпты қорытындылайтын болсақ, қандай жаңағы формулаға тоқталдық? Конденсатор сыйымдылықтың екі формуласы Q бөлінген U және жазық конденсатордікі эпсилон нолевой S бөлінген D екен. Өлшем бірлігі сының фарад,
біреуі жазық конденсатор, екіншісі қарапайым конденсатор дедік. Бұл конденсатор электр зарядты жинақтайтын құрал дедік. Жақсы, олай болатын болса, осы өткен тақырыптың видеодан қарап отырып, дәптерлеріңізге конспект жазыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.